сақтықтан айырылып бара жатырмыз. Етіміз үйреніп бара жатыр. Ойбай, Қытай деген оңбаған халық еді, жаман халық еді деп айтады деп көшедегі айтып жатқан кісілердің сөзін естисіз. Ал мына жерге келіп, міне Қытай компаниясы жұмыс істеп жатыр ғой. Қытайлармен сауда жасап жатырмыз ғой. Немесе ішкі Қытайға барып соларды көріп жатырмыз ғой. Ондай халық емес екен, әдемі екен. Беті деген мөлдіреп тұр, жүрегі деген елжіреп тұр деп бауыр баса бастағандаймыз. Ал ол қауіп не? Қауіп жаңағы біздің ежелгі дұшпан ел болмас деген сияқты ежелгі түркі заманынан бері қарай, жаңа қазақ хандықтарынан бері қарай сақтан деп айтып келе жатқан бабаларымыздың сөзін аяқ асты ету. Сақтықтан айырылу, көз алдағы ақшаға алдану, малға алдану, тауарға алдану, көзімізді мынау пендешілік өмірдің боямасына бояу, нақтылы іргеден кіріп жатқан қатерді танымау. Ал бұл елде жан саны көбейгеннен қайтеді. Бұл елде бізден өзіміздің қыздарымыздан туатын жиендер көбейгеннен қайтеді. Сен оны қусаң шығара алмайсың, заңмен шығара алмайсың. Ал Жапонияға басқа халықтар не үшін көптеп кіре алмайды? Оның неке заңы мықты. Не үшін көптеп кіре алмайды? Оның ішкі даму механизмі жоғары дәрежеде заңмен бекітілген, нақтыланған. Ал біздегі заң сенімді ме? Заңның шалағай жері көп. Жыртық үйге жел аңырап тұрады. Іргесінен бозборан кіріп тұрады. Ал біздің заңымыздың осалдық жерін күнде Қытай блогерлер айтып жатыр. Міне жерінде мынандай екен, міне жерінде мынандай екен, былай қылсаң жер аласың, былай қылсаң қызын аласың деп жатыр. Ал біз оны жау демей қойық. Bir кезде Мұстафа Кемал Ататүріктің сөйлеген сөзі бар. 1931 жылы. Кеңестік Ресей дейді, біздің дос көршіміз ғой дейді, досымыз ғой дейді. Бірақ күндердің күнінде сол досымыз құлауы мүмкін, ыдырауы мүмкін дейді. Сол кезде оның құшағындағы түрік бауырларымызды біз өзімізге тартуымыз керек, бауыр басымыз керек дейді. Тура сол Мұстафа Кемал Ататүріктің сөзі майнаса, Қытай біздің досымыз, көршіміз. Бірақ ішінде жатқан мұзды көруіміз керек. Ішінде жатқан ежелгі дұшпандықты тануымыз керек. Оның біздің жерімізге көз алартқан арам пиғылын тануымыз керек. Мысық табандап кіріп жатқан саясатын түсінуіміз керек. Ұлық қорған дейді, ұлық қамал дейді. Қытайдың бұрынғы ғұн дәуіріндегі, ежелгі түркі дәуіріндегі мекені қазіргі мұхит теңіз жағалауындағы ішкі Қытай болатын болса, содан кейін олар қайдан шықты? Ақырын шықты. Тек қана біз туып өскен өзіміздің Шинжаң өлкесі туралы айтатын болсақ, сол елге адеп келген кезде қайтты, олар мысық табандап кірді, ақырындап кірді, күліп кірді. Тіпті менің өзімнің көзім көрген бала күнімде әрбір қазаққа келіп Қытайлар көмектесетін. Иықта әпкіші дейді, мынандай суын көтеріп әкеліп, сол үйге көмектесетін. Сонда бұрын жау санап келген Қытайларды біздің жергілікті қазақтар, ой, мына дірәгі жау дегендей жау емес екен ғой, сондай бауырмалдық халық екен ғой деп, сол Шинжаңды, бүгінгі Шығыс Түркістанды аласын, ежелгі географиялық ахуалмен айтқан кезде. Бүкіл сол жердегі шығыс түрік қағанаты болған ежелгі мекенді олар ешқандай шығынсыз жаулап алды. Ол көрініп тұрған ақиқат. Ал қазіргі әлемге бет алғандағы экономикалық тәуелділіктен пайдаланып, олар өзінің ішіндегі арамдығын іске асыратын болса, біз оның табанының астында қалып қойуымыз мүмкін, Телегей теңізіне жұтылып кетуіміз мүмкін. Өйткені көп халық, көп қорқытады дейді, терең батырады дейді. Қазақ онсыз да айтқан, сақтансаң сақтаймын деген. Ал бізде қазір сақтық әлсіреп бара жатыр. Қазақтың өзі айтқан, көршіңді жау санама дейді. Бірақ өзің сақ бол дейді. Қандай үлкен сөз. Сол осы кешегі Қытайға қаратып айтқан, қандардың тұсындағы жыраулардың айтқан сөзі. Ал біз оны жау санамайық қойық, досымыз санайық. Бірақ достың жүрегіндегі қандай пиғыл бар екенін тануымыз керек. Қытай билігі бірақ айтты, біз ешқашан ешкімді өзімізбен жаулап алмаймыз. Бізге соғыс ашпаса деп. Сосын осы мәселеге қатысты, міне соғыс ашпаса дегенде, осы жерде қазіргі мына халық ішінде тарай бастаған тағы бір шолақ көзқарас бар, сол саяси көзқарас. Мысалы айтады, біз Қытаймен достаспасақ дейді, орыстар келіп бізді жаулап алуы мүмкін дейді. Бұл нағыз масқаралық. Сонда анаған жау болып кетеді, мынаған жау болып кетеді, сонда біз көрінгені қол жаулығына айналатын бейшара халықпыз ба? Біз кеше түркі халқы заманындағы біздің 500 сарбазымыз Қытайдың 50 мың қолына қарсы шапты. Сонда не деді? Аспанда тәңірі, жерде түркі деді. Сол кезде де осы мәселе сөз болды. Олар Телегей теңізімен бізді жаншып кетпей ме деді? Жоқ, соған қарсы соғыс ашты, түркілер жеңді. Қаншама жылдар сол Қытайдың ата-бабалар бізге салық тапсырып тұрды. Өрруқ. Ондай болатын болса, біреу жаулап алама деп үйіңде отырып, сен балаңа қорқынышты әңгіме айтпауың керек. Өйткені сен ата-бабаңның жерінде отырып, кеше ғана археологиялық қазба бойынша, осы жақында ғана міне кешегі ақпарат. Қазақ жерінде дейді, біздің ата-бабаларымыздың өмір сүргенің 7000 жылдық тарихының міне генетикалық белгілері байқалды, соның қазбалары табылды дейді.
Ал 7000 жылдан бері сенің жерің болып келе жатқан жерді сен біреу жаулап алады екен деп не үшін қорқуың керек? Не үшін қорқыныш түс көруің керек? Ойбай, орыс Украинаны жаулап алды, енді қазақ жеріне шабуыл өтіп кететін болса, мына жақтан біз Қытайды шақыра қоямыз, Қытай келіп бізді қорғап алады қояды екен деген талбаса, қорқыныш түспен пәлсапалық әңгімені қою керек. Өйткені қазақ өзінің жерінің мұрагері өзі, өзінің даласының да баласының да иесі өзі, оны ешкім жаулап ала алмайды. Ондай қорқынышты айтпау керек. Қорқынышты айтқанды қойып, мынау Ресейдің жерінде қаншама қазақ жері қалды. Қытайдың жерінде қаншама қазақ жері, түрік жері жатыр. Сол біздің ата-бабаларымыздың сүйегі жатқан жер. Керісінше біз соны қайтарып алуымыз керек. Ал Қытайлар, міне осыдан 20 жылдың алдында, 25 жылдың алдында мен осы тақырыпты көтеріп, осы тақырып көршінің көкейінде не жатыр деген мақала жаздым. Білім және ғылым министрлігіне, сыртқы істер министрлігіне сол мақаламды Шалқар газетінде редактор болып жүрген кезде тапсырдым. Сол мақаламнан бір-екі үзіндіні айтайын. Осыдан 20 жылдың алдында. Сол 20 жылдың алдындағы Қытайда шыққан Қытай тіліндегі, ұйғыр тіліндегі, қазақ тіліндегі оқулықтардан мен мынандай сөзді көрдім. Мынау бір жағы Ыстықкөл, бір жағы Балқаш, бір жағы Зайсан көліне дейін 440 000 шаршы километрлік ежелгі біздің жерімізді дейді. Патшалық Ресейдің теңсіз шарттары тұсында патшалық Ресей тартып алған еді дейді. Ол біздің мекеніміз еді дейді. Қытайлардың сөйтіп оқып жатқандығын, оқытып жатқандығын мен өз көзіммен көрдім. Ал сол Қытайлардың сол кездегі оқыған оқушылары, сол 20 жылдың алдындағы. 20 жылдың алдындағы 10 жастағы оқушы қазір 30-ға келіп, Алматыда, Кәпеде тайраңдап сөз сөйлеп отырғанды жет құлағымызбен естіп жүрміз. Не деп жүрміз? Мынау біздің жер екен. Мына қазақтар отырған жер. Біз оқулықта солай оқығанбыз дейді. Ал біз мына жердің шөбін жеуіміз керек. Астындағы мұнайын алуымыз керек. Қызын өзімізге әйел қылып алуымыз керек деп Кәпеде даурығып отырған Қытайды көзіміз көріп жүр. Ондай болатын болса, біз өзіміздің жерімізде отырып, өзіміздің бейшаралық халымызды көрсетіп, анау сөйтіп кете ме, мынау бүйтіп кете ме дегеннің орнына, керісінше жаңағы сөзімді қайталап айтатын болсам, сол Қытайда қалып қойған шығыс түрік қағанатынан бөлініп қалған бүгін Шаймақ не үшін жоқтамаймыз? Ресейдің жерінде қалған Омбы, Орынбор, ежелгі Қорған, Түмен облыстарымыз не үшін жоқтамаймыз? Менің осы жақында жарық көрген қан кешкен ханзадалар атты тарихи тақырыптағы романымда сол ежелгі, мына қазіргі Түмен облысының, ежелгі түркілердің Түмен деген қолбасшысының болғандығын, соның мазары қалған жер екендігін дәлелдейтін эпизодтар тұр. Менің Қаралы көш романымда, Оспан Батыр кітабында шығыс түрік қағанатының бір бұрышы бүгінгі Қытайда Шаймақ тұрған өңір екендігін дәлелдейтін жолдар тұр. Біз оны неге айттық? Біз атамыздан қалған жерді өзіміз жоқтай алмаймыз ба? Керісінше біздің жерімізге көз алартып отырғандардың біз пиғылын неге түсінбейміз? Сондықтан да орыс жау болып кетеді екен, орыс жау болса Қытай көмектеседі екен, Қытай жау болып кетсе орыс көмектеседі екен дегенді қою керек. Бізге орыс та көмектеспейді, Қытай да көмектеспейді. Бізге көмектесетін қазіргі дүние жүзіндегі еліне Біріккен Ұлттар ұйымы оның бәрін қадағалап отыр. Америка құрама штаттары оны қадағалап отыр. Ертең Қытай мен Ресей бір қадам алғырылайтын болса, Режеп Тайып Ердоған Түркия президенті тірі тұрса, Түркияның өр халқы тірі тұратын болса, бізге бараша түседі. Бізді қорғайтын халықаралық заң, бізді қорғайтын өзіміздің ұжданымыз, рухымыз, немесе Америка құрама штаты сынды әлемге жаңа әділдік көзқараспен қарайтын ел, түрік президенті сынды, Түркия сынды бізге қандас жақын бауырларымыз. Сондықтан да біз көршінің көз алартқанынан сақтануымыз керек, қорықпауымыз керек.